Қайырлы кеш, қалайсыздар? Негізі Алматыдағы ыстықтан құтылудың бір жолы, өте керемет жолы, ол президент саябағына келу. Өйткені бұл жерде сондай салқын, суық емес, ыстық емес, өте күшті, сондай орташа ауа райы керемет болып тұр. Күшті. Және ертең мен жол жүрем. Бір кісінің авантюрасына подписалась деймін ба. Ертең таңда жолға шығамыз. Сіздер, наверное, даже не догадаетесь, қай жаққа екеніне, кіммен. Тауып көріңіздер, мүмкін тапқан адамды ақшалай қуантамын. Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Мамамды ауылға салып жібердім. Понедельник келген, 3-4 күн болды. Қаралдық, барлығы жақсы, шүкір Аллаға. Енді ауылға бару керек деген сияқты. Папам бар, ауылда немересі бар. Солай күн ыстық болып тұр. Енді үйге келдім. Масқара, кәдімгі шаршап кеттім. Білмеймін, барлықтарыңызда сондай болып жүрма, күнге шығасың, кәдімгідей кешке жақын әлсіреп қаласың, күннің астында көп жүргеннен. Сондай болып жүр менде. Байқаймыз, өз-өзімізге қараймыз. Прям по-ташкентски отырмын осылай. Қала у-шу әтір, өтіп атқан уақыт. Кішкене салқындап қалды. Сол айғырымның майын ауыстырып, кішкене көңіл бөліп қоймасаң, бұл да бір қыздар сияқты болып, кішкене қырсық қалады, жүрмей қалуы мүмкін. Так что алдын ала көңіл бөлесің да машинаға. Сосын ол саған жүріп береді. Солай, қазір кешке бір прогулка жақсы. Прогулка болғанда. Пробежка. Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Түрімді көрсетіп, бір инстаграмға шығып қояйын дедім. Қазір қалаға шықтым, яғни жер үй салып жатқан білесіздер ғой. Сол үйге бара жатырмын, қалай болып жатыр, жұмыс қалай өтуде, барлығын бірге көретін боламыз. Күнде окрошка дерзкий кетеді ғой, свежий окрошка. Тұрған жерімде окрошка істейін дедім, все как положено. Құрт, лимон, колбаса, зелень, жұмыртқа. Мынау кеше істеген енемнің тілі, қарса бургер болып тұр ғой, е-мое. Ал я приступаю, майонезі білән, айран қолдың обязательно. Сейчас будет вкусно.